Bir кезде халық жауларының балалары дегеннен кейін сіздер де қорықтыңыздар, басқа да қорықты. Сондықтан кесірімізді тигізбейік деп, елімізді аңсасақ та, оның ауасын жұтқымыз келсе де, ырғыздың топырағына аунағымыз келсе де, ырғыздың суына түскіміз келсе де, келе алмадық. Сары уайымға салынып кейде түнде ұйықтамай бала кезімізде жылап шығатын едік. Қашан ақталынады? Әкеміз халық жауы болған жоқ. Ол ақталынады деп ойлайтынбыз. Ол кезде қиял еді. Қазір сол қиялымыз іске асып сіздермен кездесіп тұрғаныма қуанып тұрмын. Жүргеновтың 125 жылдық тойы құтты болсын. Бұл азаматтың арқасында бәріміз сіздермен бас қосып отырмыз. Бұл азаматтың тойы қазір бүкіл түркі тілдес елдердің деңгейінде өтіп жатыр. Оның ең алғашқысы Алматыда өтті, қатыстық. Ақтөбеде өтіп жатыр, қатыстық. 125 шара жүргізіледі екен Жүргеновтың тойына. Әлі талай кездесулер болады екен. Соған жеткізсін. Жүргенов Темірбек Ұзақбай Құлынбетовтың командасында болған адам. Ұзақбай Құлынбетовпен жерлес, Ұзақбай Құлынбетовпен Алматыда бірге көрші тұрған. Біздің бала кезімізді жақсы білетін Дәмеш апай еді. Дәмеш апайдың тірі кезінде мен талай сөйлестім. Ол кісі сондай айтатын еді. Жүргенов Темірбекті Қазақстанға алғызған Ұзақбай Ұзекең деп отыратынды. Ұзекең Мерзаянға айтты. Мерзаян біздің елімізге 1933 жылы келді. Келіп келген кейін ол кісі жағдайды аса біле қоймайды. Құлынбетов сол кезде қазіргі тілмен айтқанда премьер-министрдің бірінші орынбасары. Ел арасында Исаев премьер-министр болып отырған Исаевтың көзқарасында, Исаевтың пікірінде, интеллигенцияның пікірінде Құлынбетов ақсақал деп есептелінген. Сол ақсақал Мерзаянға айтады. Мынау шеттен жүрген біздің кадрларымызды алдыру керек, соның үстіне Жүргеновті деп. Сол Құлынбетов Ұзақбайдың айтуыменен Жүргенов министр болып келді 33 жыл есімде. Содан 37 жылға шейін Алматыда істеді. Дәмеш апам айтатын еді, 38 жылы бұлар атылған, ертең атылады деген күні, ертең атылады деген, бұл март айы. Қазір архивтер басқаша көрсетіп жүр. Ал газетте Егемен Қазақстан, социалистік Қазақстан сонда 38 жылы бұлар, 19 Құлынбетов бастаған 19 комиссар атылды. Жаңа қалай атылғаны, қалай қапқа салынғаны айтылды, сіздерге оны бұрыннан да білетін шығарсыздар. Сонда сол кісілер атылатын күні Егемен социалистік Қазақстанда істейтін Дәмеш апаның жақын сіңілісі бар екен. Сол сіңілісі жаңа газеттің бастырып шықпай жатқан газеттенді. Газетте істегеннен кейін бастыруға болады нәрсесін. Алып келіп Дәмеш апайға береді. Дәмеш апай көреді де айтады, көзімді құрт, сені де ұстап кетеді. Мен де сол ұсталынып қалам ба деп отырмын. Көзімді құрт, мен сені көрген жоқпын дейді. Газетті қараса, ертең шығатын номерде Құлынбетов бастаған топ атылады екен. Сол күні кешке жақын Дәмеш апамды алып кетеді түрмеге. Сөйтіп, Алматы қаласының Дзержинский түрмесінде келіп отырдық, бір үлкен бөлме деді, асты сементтен сол жерде 19 комиссардың әйелдері отыр екен. Тек әйіш жоқ, менің шешем жоқ екен. Сөйтіп, отырған кезде түнде әйіш жеңейді алып келді деді. Әйіш жеңе келгенде отыратын жер жоқ еді. Әйіш жеңе келгесін бәріміз орнымыздан тұрып, қарсы алып, ол кісіге өзімізше төрге отырғыздық деді. Сөйтіп біз түрмеде ұзақ отырдық. Ал сол күні мен жаңағы хабарды сыңырлап айттым. Біріңіз жеткізіңіздер, бірақ үндеріңді шығармаңдар. Өйткені кезекші охранниктер келіп бізді ұрып соғуы мүмкін. Дедім, сол бойынша бәрібір біздің даусымыз шығып кетті.
жоқтадық деді. Ал ертеңінде не болғанын біз түрмеде білмейміз. Содан ұзақ уақыт отырдық, одан кейін Қызыл вагонға салды, одан кейін жаңағы Карлаг лагеріне алып барды. Сол жерде отырдық. Сол жерде жаңағы комиссарлардың әйеліне Дәмеш апам кейін өзінің оқытқан студенттік комиссия болып келгенде, комиссияның мүшесі болып келгенде, Дәмеш апамды дәрігер етіп қойыпты сол лагерге. Соның арқасында көп әйелдерге мен демалыс бердім деді. Ал Айшенге бірде күн демалыс алған жоқ, алмаймын, басыма түскенді көтеремін деп, ол кісі көп сөйлемейтін еді. Өзі қой бағуға сұранды деді. Күндіз түні қойы үшін бір қой өліп қалса жауап береді, атылып кетеді онда, ұрып тастайды деді. Бірақ ол кісі қойды өлтірген жоқ деді. Міне сөйтіп өзінің шешеміз де 8 жыл отырып келді. Енді сонда айтатын еді, Ұзакемнің інісі ғой Кемкен, өте жақсы көретін еді. Енді Құлымбетов жөнінде келгеннен кейін айтуым керек шығар, менің мұндай жиын бола бермейді. Құлымбетов қазақтың сол кездегі адамдардың бәрі лидерлері, бәрі де ұлты үшін күрескен. Ұлтжандылық үшін оларды ұстап отыр, халық жауы деп. Ұлты үшін күресті. Ең алдымен сіздік айтайын. 1930 жылы Қазақстанның жер астының байлығы зерттелді. Біздің жер астындағы байлығымыздың көптігі сонша, Ресей астыртын сол байлыққа көз тікті. Сол кезде интеллигенция, байлық кімнің қолында болу керек деген кезде Құлымбетов, басқа да азаматтар айтты, байлық қай ұлт тұрса, сол жерде солардың байлығы деп. Сонымен Қазақстанның байлығы біздің байлығымыз екендігін айтқан бірі Құлымбетов Ұзақбай. Екіншіден Құлымбетов Ұзақбайдың ұлтжандылығы деп тұрғанымыз, қазақ балаларына мектеп жоқ. Мектепті ол кезде Ресей белгілейді, Ресей ақша беріп содан мектеп салады. Қазақ балаларының көбісі қаңғырып жүр, аш жүр, киімі жоқ үстінде. Балаларға арналған жатақхана жоқ. Калининге хат жазады Құлымбетов 25-ші жылы. Одақта қаңғырып жүрген балалардың 3-тен 1-і қазақ балалар. Сондықтан 3 миллион ақша керек. Ол үшін, ол ақшаға біз коммуна жасаймыз. Қазақ балаларын оқыту керек, жатақханамен қамтамасыз ету керек, олардың санын көбейту керек деген мәселе қояды. Бұл да өзінің ұлт азамат екендігін көрді. Қазақ жұмысшылары көп болсын деді сол кездегі азаматтар. Қазақ жұмысшыларын көбейту үшін мына Түркістан темір жолын пайдаланды. Түркістан темір жолындағы кешегі шаруа қабырғалап, құм тасып, етектермен құм тасып, рельстерді түйемен тасып, Түркістан темір жолын мерзімнен бұрын 3 жылда бітірді. Соның бәрі кейін жұмысшыға айналды. Жұмысшы болып қалмасын қазақтар деді. Құлымбетовтың сөзі бір баяндамасында, жұмысшы болып қалмасын, әрбір өндіріс орнындағы жұмысшылардың ең жақсы қызмет істегендерін Россияның өндірісті қалаларына жіберіп, оқытып, олар қайтып келгеннен кейін өз өндірісін өзі басқарсын деді. Тұңғыш рет Ақмола губерниясын басқарғанда 22-ші жылдың 23-ші жылдың аралығында барысымен қазақ балаларының жинап алып, тұңғыш рет советтік билікке арналған курс ашты. Ал сол курста бітіргендер кейін обкомның хатшылары болды, бірақ Құлымбетовтың кадры болып, оларда атылып кетті. Карлакқа қарсы шыққан Құлымбетов. 30-ші жылы Астыртын, Москва, Қарағандыға хат жазады. Қарағандының басшысы Астыртын қойды. Ол секрет. Жерді, лагерге арналған жер беріңіздер. Ешкімге көрсетуге болмайды, бірақ Құлымбетов оны естігеннен кейін бұл жерді тездетіп колхозға беріп жіберіңіздер деп. Колхоздың жерін алуға заң жоқ еді ол кезде. Бірақ ол іске аспады. Құлымбетов Қазақстанның алтын кеніштерін қайтартқан Құлымбетов. Бозжорға, Бозінгенде жеріміз бар қазір, екі түрлі жазып жүр тарихшылар. Аққарға, Бозбие деген кеніштерді қайтартқан Қазақстанға Құлымбетов. Тұңғыш Қазақстанның өндірісін тізімге алған
менен күмістерді жасап жатырғандар. Алып кетіп жатыр. Ал одан басқа біздегі өндірістің түрі анау май шайқау, ұн тарту, тұз өндіру, одан басқа бізде ештеңе жоқ. Сол кезде түйенің жүнін есептеген Құлымбетов. Қойдың жүнін, ешкінің жүнін есептеп, неге бізде өңдеу кәсіпорны ашылмайды? Неге бізде жүн жуатын, жүн үйретін тоқыма өндірістері болу керек деген, соның өндірістерін ашу керек Семейде, Алматыда деген Құлымбетов өзінің баяндамасында тұр. Ол да ұлттың мүддесін көздегендігі көрсетіп тұр. Бірін алғашқы 5 жылдық жоспар деген болды совет заманында. Қазақтың тарихында жоспар деген жоқ, сол жоспарды жасаған. Қазақтың алыста жатқан ауылдарын біріктіру керек. Бірақ қалай осындай біріктіруге болмайды? Аудандастыру жұмыстарын жасау керек. Аудандастыру жұмысын жасағанда оған үлкен білім керек. Әрбір жердің өсетін шөбі малына қарай, малы қандай шөп жинайды? Шөп жейді. Жердің астында қандай байлық бар? Жердің үстіндегі жаңағы тұрғындар кімдер? Осыларға қарап аудандастыру жұмысын жүргіздірген Құлымбетов. Осы лауазымды қызметтің бәрін атқарды. Совет ақыр соңында Құлымбетов мемлекеттің басшысы болды. Ол кезде партия басшысы емес, заң бойынша мемлекеттің басшысы бірінші. Қазақстан орталық атқару комитетінің төрағасы болды. Сол жолда автономиялы республиканы одақтас республиканы алды. Оның конституциясын жасау керек деген, соның бастан аяғына шейін конституциясын жасап жүрген Құлымбетов. Ал туу болу керек дегенде айтылған екен. Гербіні білмейді екен. Сонда ел таңба болу керек туымен бірге деп. Ел таңбаны жасау керек деп. Оған жаңағы барлық жерлерде мақала жаздырып, герб қандай болу керек, ел таңба қандай болу керек деген. Сол кезде үлкен тіпті мектептің оқушыларда мынандай республиканың гербісі болу керек деген жобаларын жіберіп жатқан. Сол жоба заңға айналдырылды. Содан бері қарай біздің елімізде әрі туымыз бар, әрі ел таңбамыз бар, әрі әніміз бар. Оны айта берсе осындай жұмыстары көп еді марқұмның. Енді кеш зерттелді. Көптеген тарихшылар өзінің ауылының, өзінің облысының, өзінің адамдарын басқарма болса да соларды үгіттеп кетті. Тарих институтына мен талай бардым. Олардың да осылай жасап жатқандарын айтсын, бірақ ешкім құлақ аспады. Жаста болған болуы керек, білімде жетпеген болу керек. Ал енді осындай жағдайлармен мына Бекарыстан Нұрдабай қолына үлкен рахмет. Осы жақта мұрындық болып жүрген, шырылдап жүрген, акиматқа, облыстың басшыларына жеткізіп жүрген Құлымбетов жайында, бұл жалғыз Құлымбетов емес қой. Жүргеновтің алғашқы ескерткішін жасаған Ырғызда осы Бекарыстандар, жаңағы марқұм Байділдаев деген ағаларыңыз болған. Ол өлмегенде мүмкін Құлымбетов осы күні біраз жерде насихатталатын еді. Топырағы торқа болсын. Ал сол ескерткіші жасап, Жүргеновтің бюстін жасағаннан кейін қойдыру керек қой. Ол кезде қазіргі сөзбен айтқанда премьер-министрдің қаулысы керек. Сол қаулыны жасап берген менің жолдасым, идеологияның хатшысы болған, Баукеңді рухани әкем деп есептеген, Баукеңнің тумаса да туған қара баласы болған Кәрімжан Қазбаев деген қоғам мемлекет қайраткері болған. Қонаевтың заманында. Сол кісіге ырғыздықтар келіп, Бекарыстан айтады ғой, сол кісіге барсаңыз мәселе шешіледі деп. Ырғыздан келіп, өкілдер келіп, айтып, ол кісі тез арада Сәлменнің қаулысын шығарып, содан кейін барып Жүргеновтің ескерткіші Ырғызда қойылды. Заңды түрде. Қазір бар қойылды. Ескерткішті мен бір барғанымда көргенмін. Қазір тұр. Содан кейін жаңа Сәби азамат әрі қарай жалғастырып кетті. Бір ғана сөзін айтайын. Голощекин деген 25 жылы келді. Қазақстанның не екендігін білмейді ол. Сталиннің командасында жүрген адам. Голощекин 25 жыл мен 33 жылдың аралығында болды. 31-32 жылғы аштық сол кісінің кезінде басталды. Малдарымыздың бәрін қырып тастаған сол кісі.
Ол адамның қателігі сонда, оны Құлымбетов бірінші айтты. Өзі бюро мүшесі бола отырып, Голощекиннің алғашқы қателігін айтқан Құлымбетов. Ол жазылды. Онда былай деді. Голощекин мал шаруашылығымен бірінші Қазақстан мал шаруашылығы ол кезде өнімі. Мал шаруашылығымен айналысатын Қазақстанды отырықшылыққа айналдыру үшін колхоздандыру жұмысын жүргенде асыра-сілтеу жасады. Яғни отырықшыларға заң колхозға қалай кірудің шарттары бар. Сол шартты Қазақстанға келді. Сондықтан біздің малымыз жаңағы мал жайып жүрген малшылардың барлығы, байлардың малдары бір жерге жинастырылды ғой. Аяғында 3 күннің ішінде 100-деген мың бас жердің отын қоймен жеп қойып, жер құмға айналды. Мал қырылып, малға ашаршылық келді алдымен. Мал қырылды. Содан кейін қазақ қырылды. Қазақтан қырылып жатқандығын ол кезде территориямыз кен, пойыз жоқ, машина жоқ, қатынайтын тек атпен қатынаймыз, түйемен қатынаймыз. Қай жерде ашаршылық болып жатқан мемлекет басшыларының өзі білмеген. Құлымбетов Голощекинге айтады, анау біздің адамдарымыз босып жүр. Сибирьге кетіп қалды. Базардар олап жүр. Не үшін олап жүр олар? Өйткені өзін сақтау керек, баласын сақтау керек. Ашаршылықтан босып жүр десе, Голощекиннің айтқаны ғой. Бір жиналыс жаса деп айтасыңдар. Обкомның жиналысын жаса деп айтасыңдар. Бір жиналыспен қазақтың қанына сіңген, тұрмысына сіңген көшпелікті бір жиналыспен шешем деп айтып отырсыңдар деп, Исаев пен Құлымбетовке қарсы сөйлейді. 3 күн бойы Исаев пен екеуміз деді, Голощекинді көндіре алмайды. Ақыр аяғында обкомның хатшыларының арнаулы жиналысын жасап, сол жиналысқа келген обкомның хатшыларының өзі білмейді екен. Ашаршылықтың болып жатқан, әсіресе Шығыс Қазақстанда. Одан кейін ашаршылықты тоқтатудың шараларын жасаған, алым салық алатын одаққа айтқан қазақ елі осылай ашаршылыққа ұшырап жатыр. Енді салық алмаңыздар, салықты азайтыңыздар деген. Өздерінше жаңа шара шығарған, бірақ ол шараны орындау үшін орындатпай Голощекин қайта жедел хаттар жіберіп, ет тапсыру керек деген желеуменен қалған құтқан малдарын жинаған ғой астана сілтеумен. Осылай басталды қазақ елі осылай. Әдейі жасалған, геноцидтік саясат деп айтуға біздің қазір шамамыз жетпей жатыр. Біз айтамыз, бірақ мемлекеттің тарапынан сол кездегі қазақ ұлтының 1.700.000 адам ашаршылықтан қырылып қалды. Ал сол украиндықтар оны баяғыда геноцидтік саясат жасады деді отаршылдар Ресейге. Ал біз соны айта алмай жүрміз. Айтуға қайымы болып жүрміз. Сондықтан сіздердің елдеріңізден шыққан Шонан, сіздің елдеріңізден шыққан Жүргер, сіздің елдеріңізден шыққан Құлымбетовтер жай адамдар емес. Олар ұлттың мүддесін, жаңағы Бөкейхановтардың істей алмай кеткендерін, олар автономия құрамыз деген Бөкейхановтар құрмақшы болды. Автономияны басқаратын адамдардың тізіміне шейін жасады. Әскер құрамыз деді. Бірақ болмады. Тарихта қазір әскер құрды деп айтып жатыр. Фильмдер жасалып жатыр. Ал сол Бөкейхановтардың айтқан сөздерін, айтқан өсиеттерін практикада 300 ғасырға Құлымбетов жүргендер деп айтуға толық хақымыз бар біздің. Бұл жерде біз Әбіжан Хангелиден де сұрадық. Атақты тарихшы Құлымбетов бар. Тарихты жақсы білетін. Осы алашшылықтарды жарыққа шығарған. Осы дәрежеге жеткізіп қойған деген ағаларымыз бар. Үлкен тарихшы. Оған денсаулық тілеуіміз керек. Ол тарихшы кезінде Құлымбетов жөнінде жазды 100 жылдығын рахмет айтамын. Талас Омарбеков деген тарихшы болған менің шәкіртім. Ол кісі қайтыс болып кетті. Сонымен ашаршылықты кейде тарихшылар Құлымбетовтен көреді. Ол кезде Құлымбетов премьер-министрдің бірінші орынбасары. Сонда жаңа Голощекинге қарсы шыға отырып, Құлымбетов былай дейді. Әрине қателік үлкен, Голощекинде болды қателік. Ал солай бола тұрса да, бюро мүшесі болғандықтан мен де жауап беремін дейді. Бұл Құлымбетовтың әділдігі. Өзіне де талап қойып отыр.
мен соған кінәлімін деп отыр. Сондықтан тарихшылардың кейбіреуі Құлымбетов мынандай сөз айтқаннан кейін Құлымбетов ашаршылықты жасауға қатысқан дейді. Құлымбетов қара қазан орнатты Алматыда. Нұржекеев жазды. Қара қазан деген ашаршылыққа ұшыраған алматылықтарға тамақ ұйымдастыру керек. Бірақ сол құжаттың несіне секретте деп жазылған. Мен алғашқыда түсінбедім. Неге секрет деп отыр? Сөйтсем, ашаршылықты жасап отырған қазір түсініп жатырмыз. Ода адамдардың санын азайту керек болды. Жеріміз керек болды оларға. Сондықтан жаңағыдай саясат қолданып, Ворошилов айтты деді ғой, осы ашаршылықты жасау керек, адамдарды қыру керек деп. Ал сонда жаңа секрет деп отырғаны Москва білмесін деген екен. Сөйтіп, қара қазан орнатып, пролетариат деген көше бар. Содан кейін Сауда көшесі ме, сол екеуінің қиысқан жерінде қара қазанға тамақ пісіріліп, ашаршылыққа ұшыраған адамдарға өзінше мүмкіндік жағдай жасаған. Құлымбеттің біз баламыз, көрген жоқпыз, шешем айтып отыратында, шұбырып біздің қақпаға келеді. Мүмкіндігімізше кіргіземіз. Біз екен оны жұмысқа орналастырады, интернатқа орналастырады. Одан кейін барып біз олардың соған орналасқанға шейін киім кешегін жуамыз. Кейде ойлайтынбыз, неге біз киім кешегін жуамыз осы деген сөзіміз ұзекеңе жеткенде ұзақеңе ренжитінді. Сондай сөзді айтпаңдар, оған көмектесеміз дейтін. Сол ашаршылыққа ұшыраған бір қыз, мен институтта оқып жүргенімде мені танып, өзі келіп атын айтып, ол мен бірінші курсқа түскенде, ол үшінші курсқа түскен екен. Содан кеткенге шейін маған қамқорлық жасап жүрді. Сонда мен баламын, ашаршылыққа ұшырап, сіздердің қақпаларыңыздың жанында жаттым, кіргізіп алып, мен осындай дәрежеге жеткіздім. Құлымбетовтің есігі әр уақытта ашық болған, басшы болған кезде. 70-ші жылдары ішкі істер министрі болған Шырақбек Қабылбаев деген министр, менің академик ағамыз бар, Жүрімбек Садықов деген, жер астындағы суды зерттеген, қазір осы өмірден өтті. Сол кісінің үйінде отырғанда сол кісі келді. Білгеннен кейін маған айтты, мен сізге бір әңгіме айтайын. Ол әңгімесі былай болып шықты. Мен Семейдің жігітімін. Семейде пединститутты бітіріп, одан кейін мұғалім болдым. Мұғалім болғаным үшін ол кезде бізге үй береді. Әке-шешемді көшіріп алып, аман-есен мектепте сабақ беріп жүргенімде, мына солдаттық тәжірибеден өтуім керек екен, мені шақырып алып Алматыға, мен жауынгер болып жаңа солдаттық қызметінде атқарып жаттым дейді. Сонда әке-шешем хат жазды дейді. Үйден айырылдым, қыс болса келіп қалды, азық-түлік жоқ, отын жоқ, не істерімізді білмейміз. Не істерімді білмеймін, командирге жүгірдім. Командир маған айтты, Ұзақбай Құлымбетовке бармаса мәселе шешілмейді. Содан жүгіріп, Ұзақбай Құлымбетов, сонда ғана мен атын білдім, ол кезде ана басшы екенін де білмеймін мен дейді. Біліміз бенен дейді. Содан келдім іздеп келсем, шынында есік ашық екен, көмекші кіргізді. Ұзақбай естігеннен кейін сол жерде бірден тапсырма беріп, бұны бір айдың ішінде шешу керек. Сосын маған уайымдама, шешілетін мәселе. Ал 2 айдан кейін менің әке-шешем хат жазып, азық-түлік берілді, үйімізге қайтып келдік, рахмет деп жатты деді. Осындай халықпен жұмыс істеген адам. Өзінің билігін халықтың билігі деп ұққан адам. Халықтың сөзіне құлақ асайық деген адам. Қазір президентім айтып жатыр, халықтың сөзіне құлақ асайық деп. Бұл сөзді айтқан бірінші Ұзақбай Құлымбетов. Өндірісті, өңдеу кәсіпорын ашайық, шикізатты бере бермейік, тәуелсіздіктен құтылайық деген 25-ші жылы баяндамасында айтқан Құлымбетов. Бірақ не керек, Құлымбетовтың іздейтін тарихшы болмай қалды. Жалғыз оқытқан Сүлейменов Бек деген академик болды. Құлымбетов оқытқан екен. Бірақ ол кісі Бекбақановпен бірге Сібірге айдалып жүрді. Қайтып келгеннен кейін ол кісі кішкене адасып қалды, маған айтты. Мен жазамын деп едім, Құлымбетовті жаза алмай қалдым. Кінә менен, барлығын білетінем. Қазір менің мүмкіндігім жоқ. Шалқардың қабақ алыбай, Бекежан студенттің Ленинградтан бітірген ол кісі. Енді ғана іздеп қолымызға алып жатырмыз ғой.
Сіздер де қолдарыңызға алуға болады. Ұрпақ ұмытпау керек. Мына тарих қайталанбау керек. Оны Құлымбетов айтып кетті. Мына тарихты қайталамау керек, мына жағдайды қайталамау керек. Егер қайталанатын болса, халықтың соры бұл деген сөздері де бар. Сондықтан кейінгі ұрпақ біздің істей алмаған ісімізді әрі қарай жалғастырады деп айтамыз. Құдайға шүкір, қазақ адал адамдарменен жаңа Қазақстанды құрайық деді. Ал қиын қыстау заманда, Құлымбетовтің жүргендіктің өмір сүрген заманында адал адамдар болдылар. Қазіргі Тоқаевтың армандап отырған адал адам деген өзінің ісін тиянақты істеп, соның жемісін көріп, басқамен шаруасы болмасын деген сөз ғой. Өзінің ісін әрі қарай дамысын, үлгі болсын деген сөз. Құлымбетовтер қазір үлгі деп айта аламыз біз. Үлгі деп айта аламыз. Сондықтан осы үлгімізден айырмай, біз жасай алмаған дүниені сіздер жасаңыздар, іштеріңізде жастар барлық қолдарыңызға. Облыстық акиматқа рахмет. Кешеден бері баяғы әкем менің президент болған кезде Алақанда жүрсек, кешеден бері самолеттен түскелі Алақанда жүрміз. Бұның барлығын жағдайын жасап атаған, түсінген сіздерге рахмет. Кеше әкіммен кездестік, тоқтадық, айттық. Жаңа 19 жөнінде бір ауыз сөз айтып кетейін. 19-дың ескерткішін сал деп мен Көшербаевқа да айттым. Бірақ жұмыстан кетіп қалды. Президентке жеткізіңіз дедім. Ол ескерткіш жай ғана салынбасын. Ескерткіш салған жерде қаралы музыка ойнасын. Өйткені тарихта, балалар оқитын тарихта бұлар жөнінде ештеңе жоқ. Жартақ пен ашаршылық жөнінде. Жартақ пен düzeye алмай жатыр оқулықты. Ал Алматы қаласында миллионнан астам адам тұрады. Оның балалары қанша мектеп бар? Сол мектептер түсіну керек қиын қыстау кезінде. Репрессия қандай болды? Біздің көргенімізді олар түсіну керек қой. Ол үшін 31 күні сол ескерткішке барып, қаралы музыканы тыңдап, осындай заман қайталанбасын деген ойда кету керек қойылады. Қай жерде Қазақстанның қаралы музыка ойнап тұр? Не ашаршылығымызды құрайтамыз? Естеріңізде сіздерде жасауға болады оны. Қаралы ашаршылықты айтамыз. Екі сөзбенен оны ешкім білмейді. 1.700.000 адамымыз қырылып қалды. Ал репрессия кезінде 125.000 адам қамауға алынып, соның 25.000 Құлымбетов бастаған топ атылып кетті. Айтамыз, олар жерінде жаңағыдай қаралы музыка ойнап тұрған ешбір жерде жоқ. Көшербаев айтқанында айтсын, апай жақсы айтып тұрсыз, мүмкіндігінше жасауға тырысайын, президентке жеткізейін деп, аяқ астынан алынып та қалды, Каримге жете алмай жатырмыз. Сондықтан осы мәселені де сіздер қолға алуларыңызға болады. 19 комиссар, әрбір облыстан естеріңізде болсын. Мен Қангелдіге ініме айтамын, сіздің де ініңіз бар, ағаңыз бар, Қарағанды, солай ма? Олай болса Қарағанды облысы да көмектесін. 19 адамның қай облыс? Қызылорда. Бәрі көмектесіп, үлкен ескерткішті Алматыға қою керек деп едім. Бірақ ол сөз әлі іске аспай келді. Рахмет тыңдағандарыңызға.